national newspaper? But today, no, only this one. Only this one. Yes. On verra ce soir quand on arrivera à l'hôtel pour refaire déminer le matériel. Pour ensuite les séquences, tout ça. Mais ça, on verra avec vous. Франциядамыз. Мұнда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік сапармен келе жатыр. Париж қаласын көзілдірік призмасы арқылы көрсетеміз. Қазақстан тәуелсіздік алғанда Еуропада ең алғаш болып құттықтаған елдің бірі Франция болатын. Содан бері арада дипломатиялық қатынас берік орнап, екі жақты байланыс дами түсті. Былтыр дәл осы уақытта Франция президенті Эммануэль Макрон Астанаға ат басын бұрған еді. Енді міне араға тұп-тура бір жыл салып, Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Парижге мемлекеттік сапармен келе жатыр. Қазақстан мен Францияның дипломатиялық байланысы 1992 жылдың 25 қаңтарында орнады. Ал 2008 жылы екі ел стратегиялық серіктестік туралы келісімге қол қойды. Бүгінге дейін қос мемлекет арасындағы адал достықтың іргетасы мызғымастай болып бекіді. Бұлай деуімізге себеп, кейінгі жылдары Астана мен Париждің едәуір серпінді өсіп жатқан екі жақты ынтымақтастығы. Бұған екі ел басшысының жоғары деңгейдегі сапарлары дәлел. Заманымызға дейін 250 жылдары ежелгі парисейлер осы Сена өзенінің бойында қоныстанып қамалдар мен бекіністер тұрғызған. Сол уақыттан бері қаншама ғасырдың куәсі болған өзен Парижді қақ жарып, баппен ағып жатыр. Париждің ғана емес, жалпы Францияның символы саналатын Эйфель мұнарасы. Жылына шамамен 7 миллиондай жуық турист қабылдайтын ғимарат, әлемдегі адамдар ең көп баратын орындардың бірі. Әлем өнері мен мәдениетінің орталығы саналатын Париж көшелерінің кез келген бұрышынан мұндай көріністі тамашалауға болады. That's what she said when you left me. 1806 жылы Наполеон Бонапарт өзінің ұлы әскеріне арнап үлкен ескерткіш орнату туралы шешім қабылдайды. Бірнеше жобаны байқап көрген ол, осы триумф аркасын салдыруды жөн деп тауыпты. Жеңімпаздарға ғана арналғандай сәулетті құрылыстың тарихы 19 ғасырдан бастау алады. Өнер туындысы болса да француз жұртының қанды тарихына куә ескерткіш құрылысы жарты ғасырға жалғасады. Іргетасы қаланғаннан сол ғасырдың орта шенінде кемеліне келіп, ақсүйектер дәурен сүрген кездің асқақ келбетін сол күйінде бүгінге жеткізіп тұр. Париж музейлер қаласы. Мұнда үлкенді кішілі 136 музей бар. Дәл қазір әлемге танымал Лувр музейінің алдында отырмын. Бұл кереметті көруге жыл сайын әлемнің түкпір-түкпірінен 10 миллиондай адам жиналады. Луврда танымал әрі бағалы етіп тұрған сонау 6 ғасырдан бүгінге дейін жиналған 380 мың тарихи жәдігер. 1793 жылы ашылған музей алғашында қамал қызметін атқарған екен. Мұнда Леонардо да Винчи, Рембрандт, Рубенс, Жан-Мануэль, Веласкес секілді әлемге әйгілі қылқалам шеберлерінің туындылары сақтаулы. Леонардо да Винчидің Мона Лиза картинасы. Франция әлемдегі музей ісі алға басқан, елінің де негізгі кіріс көзін туризм саласынан таба білген ел екені баршаға түсінікті. Жәдігерлер орналасқан үлкенді кішілі музейлерін айтпаған күннің өзінде
Ел астанасы Париждің көп бөлігінде сәулет өнері көне үлгіде сақталған. Қаладағы музейлер қоржынына енді Қазақстан тарихынан сыр шертетін тарихи жәдігерлер қосылмақ. Париж төрінде Азия өнеріне арналған Гиме ұлттық музейінде Қазақстан ұлы дала жауһарлары атты көрме ашылып жатыр. Париж төрінде Азия өнерінің ұлттық музейі Гимеде Қазақстан ұлы дала жауһарлары атты көрме ашылады. Дәл қазір музей президенті Ян Никлинц ханыммен сұхбаттасатын боламыз. Hello, madam. Hello, welcome. How are you? Fine, welcome. You know, here in France and in Europe. Франция халқы Қазақстан туралы көп біле бермейді, сондықтан біз оларға Қазақстанның әлемдік тарихтың ажырамас бөлігі екенін көрсеткіміз келді. Көрмеде Қазақстандағы өркениеттер дамуының маңызды 5 кезеңі көрсетіледі. Олар неолит, темір, түркі дәуірі мен ислам мәдениетінен бастап көшпелі өмірдің ежелгі тарихын қамтиды. Осы кезеңдердің әрқайсысы Қазақстанның дүниежүзі тарихындағы рөлін нақтылап, оның мәдениеттер арасындағы көпір және өркениеттердің тоғысқан жері ретіндегі бірегей орнын бейнелейді. Францияның Le Figaro газетінде Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың мақаласы жарық көрді. Онда мемлекет басшысы Қазақстанның орта держава ретінде әлемдік кеңістіктегі рөліне баса тоқталды. Франциямен ынтымақтастықты одан әрі арттырып, әрдайым бірге иық тіресе жұмыс істеуге дайын екенін жеткізді. Очень сильно вырос. При этом более 100 по каргу перевод. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Францияға мемлекеттік сапары аясында Париж төрінде Қазақ-француз іскерлік кеңесінің 13-ші отырысы өтіп жатыр. Екі ел делегация мүшелері баяндама жасап жатқан залға өтейік. As a French company, the relationship. Екі ел арасындағы жылы қарым-қатынас Франция компаниясы ретінде бізге инвестиция салуды жалғастыруда үлкен сенім сыйлайды. Алайда саяси байланыстан бөлек, Қазақстанда кейінгі 5 жылда жасалған батыл экономикалық реформалардың маңызы ерек едім. Қазақстанның геосаяси орналасуы экономикалық тұрда көптеген артықшылық ұсынады. Мемлекет орталық Азияның қақ ортасында орналасқан. Бұл оны бүкіл аймаққа экспорт жасаудың стратегиялық алаңына айналдырады. Біз Қазақстанды нарық ретінде ғана емес, жалпы Орта Азияға шығар қақпа ретінде қарастырамыз. Бүгін енді біз Орано компаниясының меморандумға қол қойдық. Сол меморандум шеңберінде техникалық ынтымақтастық бағдарламасын қарастырып отырмыз. Жалпы осы бұл бастама біздің атом саласын, Қазақстанның атом саласын біліктілік потенциалын көтеруге бағытталған бір бастама деп санаймыз. Мемлекеттеріміз арасындағы экономикалық байланыс кейінгі 3 жылда қарқын алып келеді. Тоқаев мырзаның Парижге бұл мемлекеттік сапары француз компанияларын Қазақстандағы реформалар мен экономикалық байланыстардың болашағына сендіреді. Бұл өте маңызды, өйткені француз және жалпы шетел компанияларына ашықтық қажет. Президенттеріміз осындай жоғары деңгейде жиі кездескен сайын француз компаниялары Қазақстанға сенімді түрде инвестиция жасай алады. Францияның денсаулық сақтау жүйесінің
басшыларымен кездесу өткізіп, және әртүрлі екі жақты меморандумға қол қоюға қол жеткіздік. Оған қоса цифрлық медицинаны дамыту жөнінде Француз Республикасының жоғарғы тәжірибесін өзімізге енгізуге мүдделі болып отырмыз. Және ең үлкен басты сұрақтардың бірі Франция елінің инвестицияларын біздің жаңағы денсаулық сақтау жүйесіне тарту мәселелерінде қарастырып талқыладық. Жаңа ғана дәл осы ғимаратта Қазақ-Француз іскерлік кеңесінің 13-ші отырысы аяқталды. Екі ел делегация мүшелері $2,5 миллиард құрайтын 25-ке жуық құжатқа қол қойды. Астанадан әуеге көтерілген мемлекет басшысы мінген ұшақ Париж әуежайына келіп қонды. Франция президентінің шақыртуымен келе жатқан бұл мемлекеттік сапардың мәні бөлек. Париж әуежайында Қазақстан президентін Франция сыртқы істер министрі Жан-Ноэль Барро қарсы алды. Hotel de Invalides деп аталатын бұл сарай француздар үшін өте маңызды жерлердің бірі саналады. Себебі мұнда атақты даңқты француз қолбасшысы императоры Наполеон Бонапарт жатыр. Дәл осында қазір мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевты салтанатты қарсы алу рәсімі өтеді. Мемлекет басшысын әскери оркестрдің сүйемелдеуімен президент Эммануэль Макрон қарсы алды. Одан кейін Қазақстан мен Францияның ән ұрандары шырқалды. Президенттер Республикалық гвардия, әуе ғарыш, құрлық және теңіз әскерлерінен жасақталған құрмет қарауылының алдынан жүріп өтті. Кейін олар бұл әскердің салтанатты шеруін тамашалады. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Эммануэль Макрон бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды. Салтанатты қарсы алу рәсімнен кейінгі іс-шара Елисей сарайында жалғасты. Мәртебелі мейманды Франция президенті Эммануэль Макрон ресми резиденциясында қарсы алып, ерекше құрмет көрсетті. Сапардың деңгейі жоғары болғандықтан келіссөздер кестесі де өте тығыз. Екі жақты келіссөздерден кейін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Франция президенті Эммануэль Макрон бұқаралық ақпарат құралдарына бірлескен мәлімдеме жасады. Біз үшін осы сапардың маңызы зор. Франция Қазақстанның Еуропадағы жақын әрі сенімді серіктесі. Қарым-қатынасымыз 34 жылдың ішінде стратегиялық сипатқа ие болды. Астана мен Париж барлық деңгейде өзара түсіністікке негізделген саяси диалог орнатты. Сауда, экономика, инвестиция және мәдени-гуманитарлық саладағы байланыс нығая түсті. Нақты шарттық құқықтық база қалыптасты. Халықаралық ұйымдар аясындағы ықпалдастық кеңейді. Мызғымас достық пен өзара қолдауға негізделген серіктестігіміз алдағы уақытта да табысты болады деп сенемін. Астанаға сапарынан бір жыл өткен соң, сізбен Парижде тағы кездескеніме қуаныштымын. Бұл ерекше жағдай. Өйткені кездесу мемлекеттік сапар аясында өтеді. Мемлекеттеріміз бен халықтарымызды біріктіретін адал достыққа құрметіміз ерекше. Бұл тарихи достықтың тамыры тереңде жатыр. 2008 жылдан бастап біздің достығымыз өзінің маңызын дәлелдеген стратегиялық серіктестікке айналды. Және біз оны нығайтуды жалғастырғымыз келеді. D'accords importants seront signés dans un instant qui viennent les célébrer. Баспасөз брифингі аяқталған соң Қазақстан мен Франция президенттері стратегиялық серіктестікті одан әрі жандандыруға бағытталған бірлескен декларация қабылдады. Делегация мүшелері бірқатар маңызды құжатқа қол қойды.
Былтыр эки элдин сауда айналымы 4,2 миллиард долларды курады. Тараптар быйыл бул көрсөткүчкө небары 9 айда кол жеткизген. Франция Казакстандын 6-шы ири инвестору. Француз компанияларынын Казакстанга салган инвестиция көлөмү 19,5 миллиард долларга жууктады. Мунай газ, тау-кен, өнеркәсип, курулуш, авиация, машина жасау, денсаулык сактоо салаларында казак-француз ыкпалдастыгы артып келет. These dogs are taza, call it taza. Actually, the word taza comes from the Kazakh word taza. Purely Kazakh Yes. dog, which is a honey. It's national breed of Kazakh dog, yeah. Былтыр Эммануэль Макрон Астанага келгенде мемлекет башчысы сыйлаган тазылар бүгүндө Элисей сарайынын ауласында жүр. Эки мемлекет достугунун белгисиндей болгон Жюль мен Жаннанын касында президенттер әңгиме дүкөн корду. Qui reste. They stay here. 2023 жылы Франция президенті Эммануэль Макрон мырза іс-сапармен Астана қаласына елордамызға келген бойда Макрон мырзаға этноауыл құрылып, сол этноауылдағы бір киіз үйдің бірі тазыларға арналған болатын. Содан қызығушылық танытты деп өзім жеке ойлаймын енді. Кейінде мемлекет басшысы бір емес ырымдап екі тазы беріп, дәстүрге сәйкес біреуі арлан, біреуі өлекшін тазы беріп, сол қазір сол өздеріңізде көріп отқандай ақпараттық кеңістіктерде ол тазылар жүр. Жаңағы Франция бұқаралық ақпарат құралдарында да жиі шығып тұрады. Бұл жаңағы таза дипломатиясының концепциясының жүзеге жақсы асып атқанының көрінісі. Элисей сарайынан кейін мемлекеттик сапар мәдени сипатта жалғасын тапты. Қазақстан мен Франция президенттері Гиме Азиялық өнер музейіне барды. Касым-Жомарт Тоқаев пен Эммануэль Макрон Қазақстан Ұлы дала жауһарлары көрмесін тамашалады. Қош келдіңіз, құрметті серіктес, құрметті дос. Сіздің мемлекеттік сапарыңызбен біз Қазақстан мен Францияны, қазақтар мен француздарды біріктіретін терең достықты атап өтудеміз. Аз уақыттан кейін дәл осы залда Қазақстан президенті Касым-Жомарт Тоқаев Францияның іскер топ өкілдерімен кездесу өткізеді. Мынау мемлекет басшысының орны. Басшысы Франция іскерлік топ өкілдерімен кездесу өткізеді. Оған дейін екінші қабатқа шығып ресми делегация мүшелерімен сұхбаттасып көрейік. Бұл мемлекеттік сапар ауыл шаруашылығы, ақылды қала құрылысы, цифрлық денсаулық сақтау және тағы басқа жаңа секторларда Қазақстанмен қарым-қатынасымызды дамытуға әрі тараптандыруға айтарлықтай серпін береді. Осы сапардан кейін бізде екі ел арасындағы ынтымақтастықтың жаңартылған жол картасы пайда болады деп сенемін. У нас очень хорошо продвигается сотрудничество с французскими контрпартнерами. Цифрландыру және ғарыш саласы бойынша француз серіктестерімізбен ынтымақтастық өте жақсы ілгерілеп жатыр. Цифрландыру бойынша жасанды интеллект саласында байланыс құрып жатырмыз. Біз мұнда жасанды интеллект, ауқымды тіл модельдерін оқыту бойынша өнімдер ұсынатын бірқатар компаниямен кездестік. Мұнымен тоқтап қалмаймыз. Ынтымақтастықты одан әрі дамыта береміз. Касым-Жомарт Тоқаев Франция іскер топ өкілдерімен сөйлескенде экономикалық ынтымақтастықты Қазақ-Француз стратегиялық серіктестігінің басты факторы ретінде атады. We are pleased to be a major trade, economic and investment partner of France in Central Asia. Kazakhstan accounts today for more than 80% of France's trade with our region. This year, our bilateral trade increased by 45%. We anticipate this upward trend to continue. French direct investment also grew by 15%, reaching a record high of almost $900 million.
Мемлекет башчысы экономикалык байланыстарды кеңейтүүнүн перспективти багыттарына токтолду. And then first, the energy sector has always been a key area of our bilateral cooperation. As a major supplier of oil and uranium to the European Union, we are fully committed to continue supporting France's energy sovereignty. We anticipate a stronger manufacturing presence of French companies to bring additional advanced technology to our industrial landscape. With our country producing the largest share of uranium globally, it means that's to say 41%, and France's extensive expertise in the nuclear industry, we could jointly advance our cooperation in the civil nuclear sector. Қазақстан президенті сөзін қорытындылай келе, бүгінгі кездесу қазақ-француз экономикалық ынтымақтастығын тереңдетуге ықпал ететініне сенім білдірді. Сондай-ақ дөңгелек үстел қатысушыларына елімізде өз бизнесін өркендету үшін жан-жақты қолдау көрсетілетінін жеткізді. Іскер топ өкілдерімен болып жатқан кездесу аяқталды. Біз ары қарай кеттік. Мемлекет башчысының құрметіне орай Эммануэль Макрон Елисей сарайында мемлекеттік қабылдау өткізді. Бұл жиынға Францияның үкімет мүшелері, белгілі саясаткерлер, іскерлік топ, ғылым және дипломатия өкілдері, сондай-ақ екі елдің көрнекті мәдениет және спорт қайраткерлері қатысты. Қазақстан президенті Париж сапарынан кейін әлеуметтік желідегі парақшасында президент Макронға ризашылығын білдіріп жазба жариялады. Сонымен қатар Франция көшбасшысын 2025 жылы Қазақстанға мемлекеттік сапармен келуге шақырды. Тарих пен мәдениет, саясат пен дипломатияның орталығы Париж қаласы қашанда қыз-қыз қайнап жатар. Дегенмен кейінгі күндердегі қарбаластың мәні бөлек болды. Париж төрінде қазақтың туы елінде, әнұраны шырқалды және ең бастысы екі ел арасындағы жоғары деңгейдегі келіссөздер өтті. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Францияға бұл мемлекеттік сапары екі мемлекет арасындағы байланысты жаңа деңгейге көтерді.